Сәлем достар, бүгінгі пайдалы ақпаратымның тақырыбы киви жайында болмақ. Киви жемісінің отаны Қытай елі болып саналады, бірақ бүгінде жеміс әлемнің көптеген елінде өсіріледі. Кивидің 84% судан және ақуыз бен майлардан, көмірсудан тұрады. Жеміс калориясы аз болғанымен, құрамындағы микроэлементтер мен дәрумендер адам ағзасына пайдалы. Достар, пайдалы ақпаратты жалғастырмас бұрын, алдымен каналға жазылып, қоңырау белгісін басып кетіңіз. Сонда келесі шығатын пайдалы ақпаратты жіберіп алмайтын боласыз. Кивидағы актинидин ферменті ақуыздарды ыдыратып, қанның ұйып қалуын қалпына келтіреді. Сонымен қатар, ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді. Жеміс С дәруменіне бай болғандықтан, жұқпалы індеттерге қарсы адам иммунитетін жақсартады. Сондай-ақ, жемісті үнемі жеу холестеринді шығарып, ағзадағы жағымсыз нитраттарды бейтараптандырады. Киви жүрек қан тамырлары ауруы мен қатерлі ісік ауруларын алдын алады. Жеміс құрамындағы микроэлементтер қыл тамырларды бекітіп, тромбоз бен атеросклероздың пайда болу қаупін бәсеңдетеді. Киви ағзадағы артық тұзды шығаратындықтан, бүйректе тастың қалыптасуын болдырмайды. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230%-ға өтейді. Бұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады. Стреске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Құрамында серотонин көп. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Киви көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзіміздің еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар. Ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбіне біле бермейтін деректер. Киви жемісінің құрамындағы флавоноидтер мен каротиноидтердің анкарциногендік әсері бар екені дәлелденді. Олар ДНК-ны тотықтанудан қорғайды және рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Сонымен бірге, киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамындағы жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдардың аргинины импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданылады. Кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі ықтимал.